Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен бұл видеода осындай құрақтың түрін үйренетін боламыз. Бір қарағанға оңай сияқты, бірақ бұл күрделі құрақтарға жатады. Бұл құрағымызды құрау үшін бізге міне қарапайым өзіміздің 14-14 см болатын шыт матамызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Обычный ручкамен просто осылай аламыз да. Сызықтар жүргізіп шығамыз. Және де осы сызықтармен біз өзіміздің құрақтарымызды құрастыратын боламыз. Бұл жерде мен осындай ені 3 см болатын ленталарды пайдаланамын. Бұл бізде матовый велюр матасы. Ең бірінші біз мына бөлігімізден бастаймыз, яғни ең кішкентай бөлігімізден. Бізге дәл қазір мына бұрыштан бастап тігу керек болады. Ол үшін міне матамызды аламыз. Бұның түгі төмен қарап тұру керек. Мына сызығымыздан сәл 1 см-дей көп ететіндей лентамызды қиып аламыз. Бірінші сызығымызды тігеміз. Мінекей осындай формада болады. Бисмилла. Келесі түкменде көк. Осы сері матамның, сері лентамның бетіне қоямын. Дәл солай мына жағынан, міне біздің құрағымыз ашқан кезде мына жақты полностью жауып тұру керек. Сол үшін 1-1,5 см-дей көбірек аласыздар, жетпей қалмасын. Мінекей осылай әрбір түспен осы бөлікті жауып шығамыз. Мына лентамызды ашқан кезде мына жақ мына шыт матамызды толығымен жауып тұру керек, соны ескеріңіздер. Мінекей, біз бір бұрышты толығымен жаптық. Енді бізге келесі бұрышымызды жасау керек болады. Мына жақ бағытқа қарай жүретін боламыз. Ол үшін мына сызығымызды көріп тұрсыз ғой, осы сызықтың бойымен жүреміз біз. Бізге осы сызыққа ең бірінші линиямызды қою керек болады. Мінекей осылай. Былайынан қоясыз, осы сызықтың бойымен тігіс жүргіземіз. Мінекей, дәл жаңағыдай, мына бір линиямыздан 2-3 см асып тұрмыз. Мына жақ шетімізді де көбірек қылдырып алдық. Құрағымызды жазған кезде мына бір квадратымызды, шыт матамызды толығымен басып өтетіндей.
Бізде міне соңғы бөлігіміз қалды. Осы жерде де біз дәл осы сызған линиямыздың бойымен жүргіземіз. Мінекей, линиямның бір жақ бұрышы мына жерден шығып тұр менде. Осы сызыққа қазір лентамды орналастырамын. Мінекей, бізде осындай блок шықты. Енді қазір біз осы блокты 12-де 12 сантиметр етіп әдемілеп түзілу керекпіз. Оны қалай істейміз? Бетінен тігіп қиналмаймыз. Мінекей, астарын қараңыз. Бұл бізде 14-де 14. Біз мына жақтан бір, мына жақтан бір, және асты мен үстінен бір сантиметрден тігіп отырамыз. Сол кезде бізде ровно 12-де 12 сантиметрлік блок шығады. Мінекей, бетінен дәл осылай төпті жүз болып шығады. Өлшейміз. Мінекей, 18-ге сәл жетпей тұр. Қиған кезде реттеп аламыз. Және келесі ровно 12 болып тұр. Мына жақ шетінен 1-2 мм жетпей тұр. Біз оны қиған кезде реттеп аламыз. Мінекей, қараңыз. Осындай әдемі, ерекше геометриялық фигурадағы құрақ шықты. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.